Оқушылар, бүгінгі сынып сағатымызды бастаймыз. Сынып сағатымыздың, яғни тәрбие сағатымыздың тақырыбы жол ережесін біле жүрейік. Сабағымыздың мақсаты жол қауіпсіздік ережесін есте сақтауға және орындауға баулу. Оқушыларды жолда жүру ережесі белгілерімен және түрлері жайында білімдерін толықтыру. Оқушылар көшеде дұрыс жүріп тұруға және жол ережесін сақтауға тәрбиелеу. Бағдаршам туралы білеміз бе оқушылар? Иә, бағдаршам қызметі қандай? Айта қойшы, Мұхаммедәлі. Бағдаршамның қызметі көліктерді көптеген апаттардан сақтап, жол ережесін бақылауға арналған. Иә, жол ережесін бақылап және жаяу жүргізушілерді де, яғни жол көліктерді жол ережесіне алып отырады, реттеп отырады. Сондықтан біз бүгінгі сабағымызға байланысты мына жерде топқа бөлініп алайық, осы бағдарлама әдісі арқылы. Келе қойдар. Мына жерде қонақтардағы тезірек қайсы кім топқа енді балалар қараймыз тақтаға. Қандай белгі? Тоқта. Тоқта деген белгі. Яғни жаяу жүргіншілерде машина өтетіндер жолда стоп белгісін көрсе, кідіріп барып өту қажет. Мынау қандай белгі? Ақ жолақ жаяу жүргіншілердің, яғни өтуіне болады деген знак. Осы белгі тұрса, біз өте беруімізге, жолдың ақ бетіне өтуімізге болады. Ал мына белгі? Велосипед айдаушыларға арналған жол. Осы знак болса, яғни ол жерде велосипедпен өтуге болады деген сөз. Бағдаршамны өмірімізді апаттан сақтандыратын жалғыз көмекшіміз. Оның сырын білім алу бағдаршамның міндеті. Бағдаршам жол элементтерінің ішіндегі ең ерте қолданыла бастады. Осы бағдаршам жолымызды, яғни біздің бақылап, бағдар беріп тұрады. Бірінші топ қызыл тобы болды, топқа бөліну бойынша, екінші топ сары тобы, үшінші топ жасыл топ. Яғни қызыл көзін ашқанға сынақ сүйем баспалға. Тоқта деген мағынаны береді. Сары көзін ашқанда қарап қалма аспанға. Яғады машиналарға дайындал деген белгі. Жасыл көзін ашқанда өте бергін жасқанба. Яғни машиналарда жүргізушілерде, яғни жүруге рұқсат деген белгі. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымызға қатысты кішкене жол белгілерін білу үшін видеоролик көріп алайық. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз жол белгілері туралы айтатын боламыз. Жол белгілері не екені мына жерде жазылып тұр, өздеріңіз жол қаласында және оның түрлері. Ол жетіге бөлінеді. Бүгін біз ең басымдылық белгілеріне тоқталамыз. Басымдылық белгілері дегеніміз негізгі жол. Мынау негізгі жол көрсетеді. Мынау негізгі жолдың аяқталуын көрсетеді. Мынандай знак действует деген сөз. Мына знак қолданылмайды. Екінші дәрежелі қиылыс жолы. Түйісуші екінші дәрежелі жол оң жақта. Міне мысалы, мынау сіз жүріп жатқан жол, ол басты жол. Ал мынау қосылатын екінші дәрежелі жол. Алдыңыздан шығып келе жүресіз. Сіз мына жақтан келе жатсаңыз, мына жақтан шығатын көлік сізді күтуге тиіс. Және түйісуші екінші дәрежелі жол сол жақта. Түйісуші екінші дәрежелі жол мынау жолдың мынау перпендикулярды қиылыс болады. Мынау уже ширақ болады. Міне осыны ең басты белгілер осы.
жол беру. Сіз егер келе жатқан қиылыста осындай белгі тұратын болса, сіз күтесіз. Көліктерге жол беріп, сосын барып жүретін боласыз. Стоп. Ал мына белгі, сіз мына знакты көрген кезде міндетті түрде тоқтауыңыз қажет. Сосын барып айналаңызда уже қауіпсіз деген белгіні көргеннен кейін барып жүруіңіз қажет. Не қарсы қозғалыс басым. Одан кейін міне сіздерге мысал сіз мына жолдан келе жатсаңыз басым белгісін көріп. Яғни балалар бұл жерде бізге жолда жүру ережесінің басымдығы мынандай белгілерін көрсетті. Бұл белгі болса не істейді екенбіз? Негізгі жол. Негізгі жол, қандай адам жаяу жүргізуші машина болсын, негізгі жолға не алады? Өтуіне болады. Ендеше балалар осы 3 топ болып, топтық жұмыс орындайды. Бірінші топ ескерту белгілерін атын жазыңдар дейді. Ескерту белгілерін атын жазатына қызыл топ орындаймыз. Екінші тыйым салу белгілерін атын жазыңдар дейді. Тыйым салу. Жолда жүру ережелерін, тыйым салу белгілерін. Үшінші топ көрсеткіш белгілерінің атын жазады астына. Шуламаймыз. Шуламаймыз. Tıyım salу belgelerini атын жазамыз. Tıyım salу көрсеткіш белгілері. Трактордың белгілері. Tıyım salу belgelerini жазамыз. Қызыл тобы бітті, шапалағатты ескертіп өтті, жарайсыңдар. Екі топқа қараймыз, екі топ болсын. Қай топ болды? Жасыл тобы бітті. Сары тобы қалды. Ендеше біткен топ келіп қорғаймыз. Ерасыл келе ғой. Тобын несін алып кеп қорғай ғой. Ескерту белгілер ма? Яққа қарап. Оқушыларға қарап, Яғни, екі жол бұл қауіпті бұрылыстар. Қауіпті бұрылыс. Бұл қауіпті бұрылыстар. Қауіпті бұрылыстар дейді. Одан кейін біз ма? Тік еңіс, тік өрлеу. Мынау тайғақ жол. Тегіс емес жолдар. Бұл жолдағы қиыршық тастардың ұшуы. Жолдың тарылуына, екі жол жолдың тарылуы. Бұл знак велосипед жүруге рұқсат етілген жол. Велосипед жүруге рұқсат етілген. Соңғы знак? Бұл велосипедке арналған жол. Дұрыс па оқушылар? Қаттары салыстырамыз. Қауіпті бұрылыс, қауіпті жолдар, қиыршық тастар, тік өрлеу дейді. Дұрыс. Қызыл тобы жарайсыңдар. Отыра ғой. Екінші біткен жасыл тобы. Келеміз. Жасыл тобы. Келе қойыңдар. Кел. Айым келе қой.
Sizге qanday belgi? Ko'rsatkich belgilari, ya. Bu yerda жеңіл таксилердің тұрақтау орны. Ya, жеңіл таксилердің тұрақ орны, ya. Бұл тұрақ орны. Ya, burada тұрақ орны, ya. Бұл жаяу жүргіншілер. Жаяу жүргіншілер. Мынау знагі, дұрыс па? Ya. Жаяу жүргіншілерге арналған жол. Дұрыс. Ал бұл айналыс жол. Айналма жол жасауға арналған дейді знак, ya. Айналып машиналар келесі бетке айналды деді. Одан кейін Бұл да айналуға. Ya, бұл да айналуға жасалған жол дейді. Одан кейінгі екі знак қандай? Автобус немесе троллейбустың тұрақтау орны. Дұрыс па? Трамвайдың тұрақтау аялдамасы. Тақтамен салыстырайықшы. Дұрыс жауап берді ма? Иә. Трамвайдың аялдама орны. Жарайсың, отыра қояйын. Ya, енді сары тобы келеміз. Сары топ сендерге қандай тапсырма берді? Тыйым салу белгілері. Ya, тыйым салу белгілері. Оқушыларға көрсетіп таныстыра қояйық. Бірінші белгі мотоцикл қозғалысына тыйым салынады. Екінші белгі трактор қозғалысына тыйым салынатын белгі. Үшінші белгі кері бұрылуға тыйым салынады. Төртінші белгі басып озуға тыйым салынатын белгі. Бесінші белгі велосипед қозғалысына тыйым салынатын белгі. Дұрыс па? Алтыншы белгі Отырамыз. жаяу жүргіншілердің жүруіне тыйым салынады. Ya. Жетінші белгі тоқтауға кідіруге тыйым салынады. Ал сегізінші белгі тұруға тыйым салынады. Тұруға тыйым салынады. Машиналардың бұл жерде тұруға несі болмайды, яғни тұруға болмайды деген знак, отыра қойдық. Жарайсыңдар. Үш топта жақсы қорғады. Яғни біз жолдан өткенде бірінші неге қараймыз? Бағдаршамға қараймыз, одан кейін барып, жолда жүруге бізге не алады? Машиналар тоқтап, бізге бағдаршамның бағытымен рұқсат береді, оқушылар. Одан кейін барып біз жолдың келесі бетіне мына ақ жолақ арқылы өтеміз. Бұл жерде де дәл осылай. Машиналар тоқтағаннан кейін барып, жолмен ақ жолақпен келесі бетке өтіп жатыр. Олай болса, оқушылар біз поштадағы хат әдісі арқылы мынадағы сұрақтарға жауап берейік. Поштадағы хат әдісі арқылы үш топқа үш конверт, яғни тобымыздың түсіне байланысты. Жасыл тобынан жасылдағы конверттер, ішінде сұрақтар бар, ашып жауап береміз бір-бір оқушыдан. Сары тобынан сары конверттегі бір-бір оқушыдан жауап береміз. Қызыл тобынан қызыл конверттегі. İçindeki sıraqlar var, soğan cevap veririz. Осы жол ережесіне байланысты қойылған сұрақтар. Жол ережесіне байланысты қойылған сұрақтар. Шуламайсыз, Қай топ болды? Қай топтың жауабы дайын екен? Оңай сұрақтар. Келе ғой жасыл тобынан біреулер жауап береміз. Сұрақ оқимыз. Сұрақ оқимыз. Бағдаршам жоқ көшеде қалай өтеміз? Оңға солға қарап өтуімізге болады. Бағдаршам жоқ жолдан бірінші оң жағымызға қараймыз. Жолдың ортасына барғасын, сол жағымызға қарап машинаның жоқтығына көз жеткізіп барып өткіземіз, өтеміз. Дұрыс отыра ғой, жарайсың. Келе ғой берейік. Келе ғой. Үшінші топта болды. Жаяу жүргіншілер өтетін жолдасызды не деп атаймыз дейді? Ақ жолақ деп атаймыз. Отыра ғой. Берейік, орнымызда тұрып жауап бере береміз. Көлік күткенде қай жерде тұру қажет дейді? Аялдамада. Жарайсың, отыра ғой. Екінші сары тобы.
кеме, қайық, сүңгуір қайық. Ya su kөлігі. Дұрыс па? Ya. Еркебұлан, сен кім? Автобус, троллейбус тоқтайтын жер, аялдама. Автобус тоқтайтын, троллейбус тоқтайтын жер аялдама дұрыс, иә? Иә, отыра ғой. Жарайсыңдар оқушылар? Иә? Кел. Кімде билет? Жолаушы машинаның көлігін деп атаймыз такси. Жолаушы таситын көлікті не деп атаймыз? Такси, иә, дұрыс. Келе ғой. Одан кейін. Балалар қай жерде ойнау керек? Үй ауласында және саябақта. Иә, арнайы саябақ алаңдарында ойнау қажет, иә, машина жоқ жерде. Жарайсың. Келе ғой. Жолаушы деген ол автомашинамен жан-жаққа баратын адам. Иә, жолаушы деген басқа машиналармен, яғни өзінің межесіне, яғни баратын адамды айтамыз, иә, адамдарды айтамыз. Жарайсыңдар оқушылар, ондай болса серпілту сәтіне сәл жұмбақ жазып жіберейін, қол көтеру арқылы жауап береміз, шуламаймыз. Сөйлеуді ол білмейді, бірақ тоқта жүр дейді. Я бірінші расыл қол көтерді. Бағдаршам. Бағдаршам, дұрыс айтады, иә? Төрт аяғы дөңгелек, адамсыз ол жүрмейді. Балауса? Иә, көлік машинаны айтамыз. Ала таяқ ұстаған, жол тәртібін нұсқаған. Өміріңді күзеткен, ысқырықпен күзеткен. Бірінші, кім Мұхаммед Әлі қол көтерді? Иә? Жоқ. Иә? Иә, полиция қызметкері. Ала таяқ ұстайды ғой. Шуламаймыз. Қанаты бар таппайды, аспанда тыным таппайды. Мұхаммед Әлі. Иә, ұшақ самолет. Жарайсыздар оқушылар. Бүгін жақсы дайындалып келсіңдер, комиссияларыңызға. Оқушылар олай болса, қай көшеге қалаға барсаң да, қай ақыл өлшеміне салсаң да, жол жүру ережесі заңды тәртіп, ол ортақ үлкен кіші баршамызға демекші. Бүгінгі тәрбие сағатымызды аяқтаймыз. Балалар жолда жүру ережесін сақтап, бүгінгі, яғни бағдаршам арқылы, ақ жолақ арқылы жүретін боламыз, енді бұдан былай. Сау болыңдар.